Бүгін офиске боянбай келдім. Түрім бледный болып тұрғаннан кейін қой деп офистегі тестерлерді қолдандым. Фаберлик компаниясында Glam деген серияның осындай қас бояғышы бар. Артикулы 50-209. Көріп тұрғандарыңыздай, кішкене өнім ашылып қалды. Қараңыздар, салыстырыңыздар. Сол жақ пен оң жақты. Кішкене өзгешелік бар, әрине. Бірден ескертіп қояйын, мен профессионалды макияж жасауды білмеймін. Мен өзіме қалай ыңғайлы, солай минимум макияж жағып, солай боянамын. Қастарымды кішкене бояп, ерекшелеп қойғанды жақсы көремін. Өйткені олардың арасы сирек. Көзімді тенмен боямас бұрын ең алдымен көзге арналған карандашпен бояймын. Дәл қазір менің қолымда көзге арналған автоматты карандаш Shaper деген сериядан. Менің бояп жатқан артикул 58-25 қоңыр түсті. Келесі кезекте мен өзіме осындай палетканы таңдадым. Қабаққа арналған бояулар палеткасы. Менің таңдаған түсі черный бриллиант, артикул 51-32. Мен өзім бүгін қап-қара қиналғаннан кейін қара түспен боянғым келді. Фаберликтегі осы колориста сериясындағы палеткалардың кез келген алған кезде ағымдағы каталогта қабақ бояуына арналған аппликаторлар жинағы 5 штуктан тұрады. Осы аппликаторды 5 теңгеге алуға болады. Ендігі кезекте кірпіктерімді бояп алайын деп шештім. Тестерлердің ішінде 2XL Multi-Lashes жапсырылған кірпіктердің әсері бар сүрме бар екен. 8 миллиграммдық, артикулы 50-87. Дәл осы туштың ағымдағы каталогтағы бағасы 749 теңге, алып қалыңыздар. Бұл ерінге арналған карандаш матовый болып келеді. Бұл Glam Liner деген сериянікі. Менің қолымдағы шоколадная пудра деген оттенік, артикулы 411-35. Ағымдағы каталогтағы бағасы 649 теңге, 50% скидка. Ал ерінімді It's Collagen сериясындағы ерінге арналған ерін далабы филлермен боядым. Артикулы 411-48. Ағымдағы каталогта 45% скидкамен бағасы 1299 теңге. Ал менің бұл мини макияжым аяқталды осымен. Бұл қарапайым макияж, күнделікті менің боянатын макияж түрі. Сіздерге ұнады ма? Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Осындай видеолар түсіретін боламын. Айтпақшы, тырнағымда да Фаберлик логы.